балалар, бүгін математика сабағының 25-ші сабағын бастаймыз. Фигуралар, сәуле, кесінді, геометриялық фигуралармен танысасың. Сәуле түзудің бір нүктесінен басталып, осы нүктенің бір жағында жататын және осы нүктені де қамтитын бөлігі. Кесінді түзудің екі нүктесінің аралығында жататын және осы екі нүктені де қамтитын бөлігі. Бірінші тапсырма. Тапсырманы орындам. Қағаз бен қарындаш ал, қағаз бетіне нүкте қой, сәуле жүргіз. Екіншісі, екі нүкте қой, түзу сызық арқылы қос. Балалар, осыны қайталап көрейік. Сәуле және кесіндіні балалар осылай сызамыз. Кесінді екі жағында екі нүкте болады, сәуленің тек қана бір нүктесі ғана болады. Сабағымыз түсінікті болса, келесі есепке көшейік. Екінші тапсырма. Қай фигуралар тең? Қандай түсті фигуралар тең? Бұл жерде бізде шаршылар бір-біріне тең болады. Балалар, шаршының барлық қабырғалары бірдей. Сондықтан шаршының барлық қабырғасы тең және жасыл және көк түсті шаршы тең деп жазып қойсақ болады. Барлығы түсінікті болса, келесі есепке көшейік. Үшінші тапсырма. Әр қатардағы фигуралар қандай белгісі бойынша жинақталған? Белгілердің бірі бойынша 4 геометриялық фигура сал. Пішін, түс, өлшем. Балалар, бірінші қатардағы фигуралардың пішіні, түсі, өлшемі әртүрлі балалар. Екінші қатардағы пішіндері бірдей, түстері әртүрлі. Келесі қатардағы түстері бірдей, бірақ пішіндері әртүрлі, балалар. Төртінші қатарда түстері және өлшемдері әртүрлі бірдей деп жазып қойсақ болады. Келесі есепке көшейік. Төртінші есеп қосуға екі мысал және азайтуға екі мысал құрастыр және жаз дейді балалар. Осы берілген сандарды жазып көрейік. 5 қосу 2 тең 7. Кері 2 қосу 5 тең 7. 7 азайту 2 тең 5. 7 азайту 5 тең 2 деп жазсақ болады. Келесі есеп 4, 2, 6 сандары. 4 қосу 2 тең 6. 2 қосу 4 тең 6. 6 азайту 2 тең 4. 6 азайту 4 тең 2 деп жазуға болады балалар. Келесі есепте 1 қосу 3 тең 4. 3 қосу 1 тең 4. Кері амал 4 азайту 1 тең 3. 4 азайту 3 тең 1 деп мысал құрастыруға болады. Балалар, барлық есептеріміз түсінікті болса, бізге лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңдар. Сау болыңдар.